Уважаемые дамы и господа, позвольте представить на сцене бүгінгі асылымды туылған күн бір жас тұсаукесер кешімен құттықтап келіп отырған алдарыңызға қарсы алыңыздар Қазақстан және әлем эстрадасының жұлдыздары. Атап айтар болсақ, сегодня вместе с нами бүгін арнайы асылымды туылған күнмен құттықтап келген Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Қайрат Нұртас келіп отыр. Құрметті қошеметтеріңіз. Орныңызға келе қойыңыз. Және арнайы сонау алыс шетел Өзбекстаннан келген Рустам Гаипов. Қошеметтеріңіз. Также приехала поздравить. Точно халал концерт вообще. Оңай бере желаю. Также приехала поздравить сама российская примадонна Алла Борисовна Пугачева. 70 жылдардағы кезі, жас кезі. Также приехала поздравить звезда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка. Ваши аплодисменты. Также приехала поздравить звезда мирового уровня очаровательная Шакира. Ваши аплодисменты. Және де кешіміздің добрарной қонағы звезда мирового уровня кім екенін сәлден кейін айтамын. Что будет происходить на сцене? Мен қолдарыңызға істемейтін микрофонды берем. Бұл микрофон істемейді. Осы микрофонмен ортаға шығамызда үшін өлең айтамызға Қайрат Нұртас жақсы біледі. Істемейтін микрофонмен келіп, $8 алып кетеді постоянно тойларда. Тура сондай болады. Сіз дәке ең соңғы шығасыз, сондықтан мен көмекшімсіз. Мына микрофон ұстайсыз. Қазір мен кімді хабарлаймын, соған беріп тұрасыз. Өзіңіздің кезегіңіз келгенше. Итак, за что мы бьемся? Именно на этом конкурсе, да, осы конкурста бас жүлде иегері жеңімпаз получит город Шымкент, микрорайон Нұрсаттың ар жағынан Нұртаста көк домдардан ключи от двухкомнатной квартиры на неделю с хозяином или хозяйкасының көреміз кім жеңгенін. Олай болса, түсіндіңіздер ғой, да, тапсырманы өте оңай. Если бір қиындықтар болып жатса, уайымдамаңыздар, мен қастарыңызда көмектесіп жүремін сіздерге. Окей? Олай болса, қарсы алыңыздар, дамы и господа, первый гость нашего прекрасного вечера, которая приехала с самого Израиля, Алла Борисовна Пугачева. Встречайте бурными аплодисментами. Мальчик, саксоны, вот она. Есіңізге түседі кәсіп. Художник один домик имел и холсты. Жүре бересіз болды. Но он актрису. Вот, жарыс 95-те, жайрақ. Ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. И бәріміз бірге, сөйлесе! Миллион алых роз. Из окна видишь ты. Кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Алла Борисовна, ваши аплодисменты. Құрметті қошеметтеріңіз. Алла Борисовна, кетпеңіз, не уходите. У меня к вам один вопрос. Вы сегодня приехали одна или с Максимом? Одна приехали, да? Почему я задаю этот вопрос? Израильге қашып кетпей тұрып, Максим Галкин Чемкентке бір концерт берді, да? Сол кезде местный чемкентскийлер сұрап тұр, Маке, как вы добились того, чего добились? Знаете, что ответил Максим? Аллаға шүкір депті. Алла Борисовна, қошеметтеріңіз. Сондай қонақтар мырзалар, қарсы алыңыздар. Керемет кешімізді арнайы қонағы Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, мамасының баласы, папасының баласы Қайрат Нұртас.
Жаным сенделеш. Қайрат Нұрпаз! Қошеметтеріңіз. Микрофон істемейді қайреке. Әуре болмаңыз. Зато бүгін қоңыраттары жүктірмеге залды, не деген шопалақтар болды. Сонымен, ханымдар мен мырзалар, дамы и господа, встречайте. Следующим выступит друг или подруга нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Верка Сердючка. Если нам скажут, ваш поезд ушел, то мы ответим просто, что подождем друга. И что на перроне скучать не пришлось. Мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, но чувствую, я терпи загуляю. Ой, загуляю. Верка Сердючка! Қошеметтеріңіз. Сонымен ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Кешіміздің арнайы қонағы сонау алыс шетел Өзбекстаннан келген Рустам Гаева. Рустам Гаева! Рустам әке кетті рахмет. Той Шымкентте емес сайрам жақта болған сияқты. Такое ощущение. Бір 2-3 күн бұрын Таразға барып той жүргізіп осы ойынды ойнатып жатырмын. Рустам Гаев шықса Дәуір аға жүр. Обычно Шымкент разрыв қой. Любой тойда. Таразға барып өтпей қалып бірге. Олар түсінбейді екен, өз есім Дәуір аға düştü. Сонымен, ханымдар мен мырзалар, дамы и господа, ladies and gentlemen, встречайте, следующим выступит звезда мирового уровня, очаровательная, обворожительная, сногсшибательная Шакира. So this isn't over. The pressure's on, feel it, but you got it all, believe it. When you forget if you forget it, 'cause this is Africa. This time for Africa. Шакира! Ваши аплодисменты! Шакира десем бүйтіп Жанар Айжанова болып кеткен құдай кетті басында. Сонымен ханымдар мен мырзалар, ақ қарап тұрыңыз. До конца хабарлап біткенше бұрылмайсыз, хорошо?
Дамы и господа, ladies and gentlemen, встречайте финальный участник нашего проекта звезда мирового уровня, легенда, мистер Мачо. Итак, впервые в Шымкенте, впервые и последний раз выступит легендарный мистер Митхун Чакраборти. Митхун Чакраборти. Митхунга рахмет, красавчик. Зидан рахтында болт деймін да. Сонымен дорогие мырзалар, дамы и господа, все наши участники выступили. Настало время определить победителя. Итак, кто получит ключи от двухкомнатной квартиры на неделю с хозяином? Если хотите узнать ответ на этот вопрос, отправьте слово «да» на короткий номер 6969. Шучу. Дамы и господа, я предлагаю сделать следующим образом.